Бастадың ба? Ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде сіздерге бір эксклюзивті шығарылым шығарғымыз келіп отыр. Неге ондай дейсіздер ғой? Бүгін біздің YouTube арнамызда алғашқы рет шетелге шығып сіздерге контент түсірмекшіміз. Мына біздің көршіміз Өзбекстанға бара жатырмыз. Ол жерде енді достар біздің арнамыздың бағыты бойынша ерекше адамдар мен ерекше жерлер екенін баршаңыз білесіздер. Енді ол жерде біз сондай бір ерекше адамды таптық. Сол көрші мемлекеттің біз тура астанасына бара жатырмыз, Ташкент қаласына. Қандай адам екенін қазір бізбен барып көретін боласыздар. Экраннан алыстамаңыздар достар, ары қарай өте қызық болады. Біздің Өзбекстанға саяхатымыздың қызығы шекарадан басталды. Шекарадан дегенім, өзімізбен алып шыққан аппараттарымызды Қазақстаннан еркін өтсек те, Өзбекстанда 3-4 сағатқа сол жерде тұрып қалуымызға тура келді. Өкінішке орай, Өзбекстанда дронның мәселесі өте қиын екен. Біздің аппараттарымыздың ішінде бірінші тыйым салғаны ол осы дрон болды. Одан кейін видеоға түсіретін видеокамерамызға да рұқсат бермей, бізді біраз әбігерге салды. Әйтеуір дегенде дронды Қазақстанға қайта қайтарып, өзіміздің видеокамераларымызды алып, Өзбекстанға аман-есен өттік. Осы бізді қызықтың бәрі шекарадан өтіп басталып жатыр. Бізде дронды өткізбей қойды. Дрон қалды. Енді қазір сіздерге көрінісі қалай болып жатқанын бәрін көрсетейін. Қазір біз шекарадан өтіп сим-карта іздедік. Шекараның қасында болған соң жаңағы сим-карталардың бағасы өте қымбат екен. Сондықтан қазір біз жолға шықтық. Попуткамен осындай жолдан көлік ұстап. Енді қазір біз Ташкентке баратын үлкен жолға шығамыз. Үлкен жолдан тағы бір көлікке отырып, Ташкентке жететін боламыз. Бізді сол жерде күтіп ағамыз хабарда отырмыз. Әзірге Қазақстанның Теле2 байланыс операторлары жұмыс істеп тұр. Сол қуанта жатыр. Біз шекарадан бір шамамен 10 километрде жүріп қойдық. Бір таң қалғаным достар, бұл жерде жаяу жүргіншілерге арналған жолаққа ешқандай көлік тоқтамайды. Бұл жерде ол жоқ сияқты. Өзбекстанға барғанда осы жағдайға қатты мән беріңіздер. Өйткені арты жаман болуы мүмкін. Достар, біз бұлай жолдан жолға, машинадан машинаға өтіп жатқанымызда бекер емес, өйткені біздің қасымызда бізді алып жүрген адамымыз болды. Ол барлық жолды білгендіктен, соның артынан қалмай Ташкентке дейін бардық. Енді бұл жерге келместен бұрын біз барлық бағаларды зерттеген болатынбыз. Бізден 3-4 есе бағаны сұрап тұрды. Енді білмеймін неге олай, бірақ солай алғысы келді. Сондықтан да бізбен бірге жүрген Бексұлтан, әйтеуір ол жағын, ол жігітке үлкен рахмет. Қазір бізді кеденнен енді кішкене жаяу жүрдік, 1 шақырымдай. Одан ары қарай Ташкентке баратын үлкен жолға шықтық 1 машинамен, одан кейін 2-ші машинамен, қазір Ташкентке бардық. Енді бұл машина сәл жаңалар екен күшті, енді комфортты жаттық десек болады. Қазір енді сим-карта аламыз. Содан кейін кішкене связьға шығатын боламыз.
Келдік мына жерде. 24 giga бересің бе? 45 мың сомға. Теңгемен қанша? 45 мың 1800 теңге. 1800 теңгеге қазір 23 гигабайты бар сим карта аламыз. Я, дұрыс қой, 23 гигабайт, я? Я, 23 гигабайты бар сим карта. Билайн ба? Ucell? Я, Ucell. Сен мынау Енді біз Билайн. 12 giga 24 giga 40 мың сом деген қандай тариф бұл? 16 bo'lgan tarif. 10 мың Негізі сом. бұл жерде бар ғой, жаңағы осы байланыс қызметін айтарлықтылығы біздің Қазақстанмен салыстырғанда өте арзан сияқты. Өйткені қараңыздар, мына жерде түсіріп. Өйткені қараңыздар, мына 400 гигабайт 150 мың сом қанша теңге жаңа? 156 мың теңге. 150 мың сом 6 мың теңгеге сіз 400 гигабайт аласыз. Ол сен 24 гигаң бар ғой, бізге бір күнге жетеді. Бізде негізінде тарифтарымыз шамамен осындай ғой. 40 мың сом бұл жерде 1800 теңгеге. А бізде 4 есе қымбат, 5000 теңге. Бізге 2 күнде боламыз, жете ма? Бірақ батарейка тез өліп қалады ғой. Онда дәкеңгіне не қалай? Сен көп сондай. Қазір бұл жерде? Қазір біз жаңа 70 мың сом аяқта бар ғой, 80 гига алады екенбіз ғой, көрейші. Иә, паспортымыз бердік, соған біздің паспортқа тіркейткен. Осымен тіркеп, сим картадан аламыз. Сонда бұлар осы телефон арқылы қайда звондады, кімге звондады, мен жақсы адамым ба, жаман адамым ба, бәрін біліп отырады. Бізде де, біздің елде де осындай керек деп ойлаймын. Шетелден келген азаматтарға осындай жасаса, меніңше өте керемет болады. Бізде бұндай жоқ қой. Бізде алдың, тіркедің, операторға звондап болды. Келген туристердің баратын жері Бесқазан деген, жаңа палау пісіретін жер екен. Сол жерге барып түстеніп аламыз. Әлі біз өзіміздің таңғы асымызды дұрыстап ішкен жоқпыз. Түстеніп, біздің кездесетін адамға баратын боламыз. Қазір Ташкент қаласының Жұмсауат, Тұманы, Бешқазан, Палауы, Бешқазан ең орталығына келдік десек болады. Өйткені орталығында мына бәріне әйгілі осындай биік мынандай телемұнарасы тұр. Әйгілі Бесқазан бір қызық екен андай. Сыртта жасайды. Мына қазанның үлкендігін қараса. Қандай. Осының бәрі сонда ойлаймын да, қалай бір күнде адамдар жеп қояды екен. Бірақ орталықта болған соң өтетін жер. Әйгілі осы Бесқазанның да палауын жеп көріп, шыны керек мен ешқандай да бір әсер алған жоқпын. Өйткені біздің Алматыда жейтін палауларымыз бұл палаудан екесе дәмдірек сияқты. Ал бағасына келетін болсақ, достар, бұл жерде бағалар біздің Алматыдан қымбат екен. Сондықтан да жарнамаға тойып алмай, келместен бұрын барған адамдардан бір ауыз сұрағандарыңыз жөн болар екен. Бұл менің жеке ойым, достар. Ассалаумалейкум. Шүкір, аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Аман есен? Біз енді қазір келдік. Келген кісінің аты Алишер Ярматов. Енді осы өзбек халқының арасында ол кісі доктор Кобра деп танылған.
қараңыздар достар, 31 рет жылан шағып аман қалған кісі. Енді оның тарихы қандай, өзінің айтатыны қандай, қазір бірге сол кісімен сұхбаттасып білетін боламыз. Қазір үйіне келдік, осында қонаққа келген екен. Ертең ол кісімен бұйыртса өзінің ауылына, Самарқандқа, Жам деген ауылына, қышлағына баратын боламыз. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Болды. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Шүкір аман есен. Енді қазір біздің қасымызда Шерзод деген ұлдарының біреуі. Бұл кісінің екі ұлы бар. Біреуі Нұрбек, біреуі Шерзод. Қазір осы кісімен сұхбаттасып отырмыз. Ал Алишер ағамыз ол ана жақта адамдарды қабылдап жатыр екен. Жаңа қазір қарап отырып, мындай дәрілерін байқап қалды, қараңыздар. Жыланның уынан жасалған дәрілер. Осы енді өзі қазір қандай емге дауа екенін бәрін өзі айтып беретін болады. Жалпы қазір қарап отырсам кітаптарына дейін мына жерде енді жыланның уынан деген сияқты сондай нелерді. Ол жерде артында өзін сөйлетіп тұр. Шерзод ба? Шахзод. Бірден шірей бастайды ма, соны шаққан жер еті түсе бастайды ма? Шуда тышlarda mı uşabat сразу kesiş gerek de. Lezamla kesiş gerek. Keskende bu kandan çıkardı da so'riladi. O'shanda zahardan kichik ketadagini bansa ketib boradi. Agar kesmasa bu bansa ketib borish qiyin bo'ladi. O'shancha kesadi. Kobra chaqsa qanday bo'ladi? Kobra chaqsa ham o'shanaqa kesish kerak bo'ladi. Faqatgina keskanda biroq u tez adamga asar etadi. Kobraning o'yi. Kobraniki tez tartibda kobraniki 2 minut 3 minutda uzog'i 5 minutda o'ldirib qo'yish mumkin. Gurza gadukaniki 12 soatdan u yoqqa ketadi. Asta sekinlik bilan qonni uyushtirib boradagini yurak ekaniga bir qisar bo'lib ketadi. Alişer aka hozir men bilsam jasi 71da ya. 72'de ya. Burada 73 ketadi. Alişer akaning iki savsog'i yo'q ya. Nimasi? Barmoq. Ben bunisi yarim. Mana bu bo'g'in ketgan. Men bu tagidan yo'q. Qaysisini tavda kesgan o'zi? Bunisi. Chiniq. O'zi chapqan ya. Bilasiz qanday Chaqni sразу o'zi kesib tasladimi? O'sha payt kesish kerak. Yordam qilayotgan ukar bo'lmagandan keyin oldida yordamchi bilan keshini qildim. Boshidan chaqqanda ham kesganman. Boshidan chaqqan paytda lezbam bilan kesganman. Siz bo'yinni kesgansiz? O lezbam kesgan payt onda vena tomirlarga tegib qolib qo'rqmaysizlarmi? Yo'q, endi iloji o'sha bir kesmas boshqa iloji yo'q. O'sha bansaga yetkazib borish uchun kesiladi. Aslarda bilan misol Tunda niye qilayotgan kezda защита niye yo'q bunday страховка kiyimlar qilinmaydi. Bo'lmaydi unda chirib ketar ekan. Qo'l qorayib. Yo'q, защитаga kiyib qilmaysizlar. Kiyishkam yo'q. Unda sezmaydi. Aralarda misol ishlaydiganda kiyib oladi ona. Bolalar sizlar bunday misol chilonni ishlaydigan kezda kiyib oladi. Borishimiz. Yo'q, Kobrani yaxshi tarafi sразу hujumga o'tmaydi. Yaxshi taraf. Kiygan paytda yaqinlashmadan uradi faqat. Ikki ret uradi, uchinchisida уже borib ushlagandan keyin уже jahl chiqsa уже uradi. Bu gurza, gaduka bularga farq yo'q. birdan chaqadi ya. Misol Sonda kobra kichkina aqlda deysizmi ya? Chemolarga qaraganda. O'shaning uchun hech qachon kobra birinchi hujumga o'tmaydi. Qachonki mana odamga o'xshab odamlar mayra kelgandan keyin jang o'tadi, u ham shunaqa. Chidab turadi ya. Kutadi o'sha narsani. Бұл сөйлеп тұрған жігіт достар Алишер ағамыздың үлкен ұлы Шерзод, ал жанында отқан әйел ол ағамыздың жұбайы. Бүгінде ол кісілер жыланда тек қана қолға үйретпей, сол жыланның уынан адамдардың дертіне дауа болатын ем-домдар да жасап жатыр. Siz енді Алишер аканың 31 рет шақты, siz әйелі болып, siz баласы болып тоқтаңыз демедіңіздер ма? Айттыңыздар ма ондай? narsa ko'p bo'ldi. O'zining onasi ham Onasini. Odamlar aytdi, nima edi, oq qilaman deb aytdi dedi.
Yo'q dedi, o narsani dedi, menga aytmang dedi. Chunki yoshligida shuni nima edi, injiq bo'lgan bo'lsa, hamma urishganda u kishini. Urishgandan keyin kishi bir kun endi rosa hammasi bezor bo'lgan, yelkasiga chiqib urgan, yo tayoq bilan urgan, injiq bo'lganda, shu ishlayvergan, ular urushgan bo'lganda, keyin bir kun qochib ketgan toqqa. Bir kaptarxona degan joyimiz bor. Shu yerga borib chiqib yig'laganda, "Ey kaptarxona bojan, men ilon ishlovchi bo'layin. Hamma mendan qo'rqsin, hamma meni urayveradi" deb turib, Xudoga nola qilibdi. Keyin shu yerda yig'lab uxlab qolgan bo'lsa, qo'ynida bitta ilon yotgan bo'lgan. Keyin o'sha ilonni olib kelgan uyga, endi menga aytib berishcha-da, onasini aytib berishcha. Keyin olib kelgandan keyin uni bular bo'lsa yo'q degan bo'lsa, bu yo'q qilmayman degan turib olgan bitta gapda. Keyin ular bankaga solganda og'zini latta bilan yopgan, yaxshilab o'raganda, endi kechqurun uxlash kerak-ku. Keyin o'sha bankani aytgan, mana zardolining o'rikda daraxtni orasiga qo'yib qo'yamiz degan. Keyin unga rozi bo'lgan, mayli uxlayman degan. Keyin ular qo'ygan bo'lsa, ertalab turib borib birdan ilonga borsa, ilon yo'q. Keyin hayron bo'lganda, endi qani deb janjal qilgan bo'lsa, hamma chiqib hayron qolganda. Qarang, boyagi bankaning og'zidagi lattaga hech narsa qilmagan. Ochilmagan ham, shaluramagan ham. Lekin ichida ilon yo'q. Keyin shundan keyin ota-onalar aytganki, bu pari nima ekan bunga, o'zi Xudoni o'zi shunga loyiq ko'rgan ekan deganda, bu kishiga indamagan ekan keyin. Yana keyinchalik endi o'sha qishloqqa yashashga o'tganda, nimada savxozda ishlagan bo'lsa, o'zini oldiga shu bitta ilon, kobra ilonni orzu qilib berar ekan. O'sha orzusiga erishib, shu kobra ilon kelib qolgan. Shunday chiqib qaragani, shunday ushlagan odamlar qochgan, keyin shuni uyga ko'tarib keldi. Shunday ehtiyotlab ko'tarib kelyapti, endi qo'yavering. Shunday xuddi tilla topgan odam deydi. Rosa xursand bo'lyapti, keyin aytdi, "Menga hech kim teginmasin" dedi, "Oldimga kelmanglar" dedi. Bir uyda oldiga yotib oldi, ilonni qo'yayapti ustiga, ilon ham qochib ketmayapti. Shunday ustida yuryapti, aylanyapti, mana quloqlarining oldidan, yuzlaridan o'tib shunday rohat qilyaptiki, endi ko'rib turibman ko'zim bilan-da. Oldiga yaqinlashsa, menga qarab hujum qilyapti. Keyin men oldimga kelma dedi. Rosa aytdim, "Ey inson, qo'rqyapman men" deyman-da endi. "Yo'q" dedi, "Men indama" dedi. Yo shuni bilan bayaqlandi, rosa 2 soat o'ynadi. Shundan keyin uyda saqladik o'shani, qo'rqa. Endi ilonni rasmidan qo'rqadigan odamman-ku. Ya shuni bilan ilonlar o'ziga shu ilon kelgandan keyin paydo bo'la boshladi. O'zimizni tog'lardan chiqib keldi, cho'llarimizdan birovlar ushlab keldi. 5 ta ilon qilib saqladi uni. Zahrini oldik, ko'ramiz ikimiz tomosha qilamiz. Tilla ekan-ku deb turib, qurta zahar quriydi. Qurigandan keyin ko'radi ekan, og'ziga yalab ko'radi. Deydi-da. Demaydi, banizada ilonni rasmi turibdi. Bu baribir ham dorilikka ishlatadi-yu deymiz ikkalamizda. Shuni egan shunday qilib yig'a. Buni qo'lini kimdir birovning o'zigini taqdida qo'li chirib qoldi. Chirib ketdi, endi nima qilishimizni bilmaymiz. Endi 2 qo'lim chiryapti-da. Yo'q, to'xta dedi, bitta dedi. To'xtamiz, bir yerning yuzugini deysizmi? Uzuk. Bavi operator bor edi bizlarda ham. Otamning o'zining videochisi, o'sha paytda u bola o'sha kasalxonada o'lib ketdi lekin o'sha bola. Men bilan birga turardi Samarqandda. Keyin o'zi qolib ketgan ekan. O semklar chiqib ketdi, o'zi qolib ketgan. Taxtimdan bir hafta yurdim. Bir haftadan keyin kelgandan keyin uzib berdim uning qo'liga. O'shani berganimdan keyin qo'lim bilan chirishni boshladi. Jara bo'ldi. Yarab egzima bo'ldi. Ketaverdi. Otam yashirincha bu paytlar kojinaga borishlar, ko'rgan odam nima deb buyurardi. Yashirincha kechalari olib borardi, dori qilardi va issiq hamma narsa qilardi. Bu battar bo'lsa battar bo'ldi, lekin tuzalmadi. Keyin o'sha payt otam ulonlardan zahar olayotib o'tganini, shu yerda baxtga deb vazirni olib keldi. Vazirni olib bordim, qo'liga berdim. Shuni qirama o'sha zaharni qo'ydi o'ziga, aralashtirib berdi dedi. Va 3 oy hech narsa bo'lmagandan so'ng 3 kunda mana shu qo'lim o'z holatiga qaytib chiqqan mana shu qo'lim. Dahshat bo'lib ketgan edi. O'sha edi, shu bo'lmas edi aslan. Men ketyapti, faqat chiryapti. Lekin o'sha bola shu kasaldan o'lib ketdi. Hozir endi bilmayman, menda
Шерзоттың айтып жатқан сөздерін бәрін түсінікті деп ойлаймын мен сіздерге. Арнайы бір аудару да қажет емес деп. Қазір жыландар мына кобра. Yo'q, sasib ketadi. Xalta bor, xalta olish kerak edi. Ichida turgani yaxshi. Sherzod bayqangchi, yo'q. Yo'qsin. Endi yozilgan boshqa qilgan hidlar. Jo'q, bulay sonda hozir bitib qo'yin. Yo'q, aytaman, kobra shunaqa chaqmaydi. U faqat mana mahkam ushlasa, qisib olsa, unda ushlaydi. Yo o'zim qanada bosib ketganda o'shanda chaqadi, ungacha chaqmaydi. Faqat urib turadi. O, isnay. Urib turadi. Isi yomon. Isi yomon. Ana yoziladi-ku, yozilgan shunisi ham. U bo'lsa hidi yo'q o'zi. Faqat yozilganda hidi chiqadi. Qalay ol? Olib jo'qmi? Aslida chiqdimiz deysiz. Meniki Qasonda men tushungan bo'yicha, tushirotsin, Sherzod, sizlar отбасыңызда бәрі жыланмен, қазір отбасыңызбен жыланмен қорықпайсыздар, бәрі істейді. ташlaymiz. Sizde qancha o'g'lingiz bor? Baldan? Ikkita o'g'lim bor. Ularning bari o'z nemen yo'q. O kichkina o'g'lim qo'rqadi. Kichkina. Hozir o'g'li bormi, yo'q bor? Voy, yo'q. Bayqansiz. Qara aka, yo'q, daki nemen yaxshi. Sen yaqinroq olsang deganmi? Bu aldashi mumkin. Mana bunaqa qilib turib, keyin asta chaqishi mumkin. Ko'pincha aldaydi endi. Birden aql qolmaymi? O'zi Hozir erkalatib жатсыз, ya? bu aldashi mumkin. Hozir mana shu aldashi mumkin. Bu qachon xavfli bo'ladi? Og'zini ochgan payt xavfli bo'ladi. Ungacha xavfsiz. Qo'rqib qo'ysin. Bo'ldi. Arqaga ketib qolmaymi? Aslında yana qasam o'tirib. Qarangizlar, qanday nemen bosh aytgan кезде davosi da o'tdi, qasında turib. Hali ham bu sovuqda ovoz unchalik chiqmayapti. Agar yozda bo'lsa, ovozi xuddi ho'kizdek chiqadi. Shuni jahli chiqdi. Жыланның қазір мен тұрмын. Bu aldayapti. Қасында тұрудың өзі, мына жыланның мысы қатты тұрып тұр. Қорқыныш жан жағына шашылады. Шынымен енді мен қазір Sherzodтың осылай істеп, осылай шеберлігі шынымен мені таңғалдырып отыр. Меніңше енді бұған да өте көп уақыт керек бұндай немен істеу. Sherzod, шамамен қанша уақыттан бері сіз осы жыландармен 2001-2002'lerden beri Ungacha qo'rqardim. Qalay ne'matsiz. Ikkita mana bu turgan, ikkita bizi mana bu. Mana shuni zaharlashib. Tili bilan sezadi. Jonli narsaga harakatlanadi. Xira ko'radi, faqat men tili bilan 1,5 metrgacha uradi. Bu yo'lda bizga signal uradigan emas. Chaq qo'yasan, Sherzod. Mana. Ya, bak taklasın. Ya ama bir metre olsa kaldı. Sinek rahatladı. 1,5 metr o'zidan nur taratadi. Bol normal bir şey. Mana bu til chiqadi. Mana shu tili 1,5 metrgacha nur chiqaradi. O'sha 1,5 metrdan masofadagi narsani sezadi. O taklasın. Yangi odam keldi deb turib. Shuni qilyapti. Ben ikinci tavuklar bitmiş falan. Sop qo'yamiz. Bu kobra ya? Kobra va. Ulan şerekim. Bunday şu. Kaltasiz ne oldu çıkıyor? Өздеріңіз көргендей, осылайша жыланмен шеберлікті Sherzod әкесінің қасында жүріп үйренген екен. Алматыдан. Almatı'dan mı? Ya, Almatıdan geldik. Ya Almatı'dan hadi köpke tekiliyor bizge. Ya. Örten Ya қазір айтты Sherzod сол туралы. Almatı biledim yine. Otur. Жылан шығады,
Бірақ сен одан өліп кетуі мүмкінсің. Бірақ оның дәрісін ішсең, сен жазыласың. Оны қалай түсіндіресіз? Дәріні білесің бе? Айырмашылығын түсінбей жатырмын. Чакқан пайтында прямо тамырға түседі. Тамырға түседі, бұл бүтін тана бөлеп кетеді. Мана бұлтыр, бұны гүрзе чақты. Ham tim bo'lib bir gurdan chaqish shunday bo'ldiki, xalta mayda turibdi, ichida gurza bor. Bu yerda kobra turibdi, mana shu yerda edi. Kobrani shunday surib qo'yayin desam, xalta bilan kip chaqayapti. U qanday ko'rdi men qo'limni? Temli xalta va rachet olyapti-ku, qara, men bu yerdan turib sakrab ketib chaqayapti, xaltaning ichidan turib, bu yerdan bunday kesam, men tegmaydi, o'tbisam chaqalmadi, qara, toshna kipchani uryapti. Endi просто men ba'zan hayron bo'lamanki, u qanday rashodni oldi. Xaltaning ichida turgan odam. Mana qo'lim chirib 3 marta operatsiya bo'lib, bu qo'lim qishayib qoldi. Buni kobra chaqaman chop tashlaganman. Mana bu ham kobraniki. Bu kobra chaqaman bu chirib ketuvdi. Menda teri yo'q edi. Vahshiy chirib mashilla ishlamaydi endi bu. Suyagim yirib ketdi. Mesela bu fanga yangilik. Mesela kobra zahri kelib suyakni eritadi. Alisher aka, men hozir kichkina tang'ibdim. Sizda o'sha narsalar sizni to'xtatmadimi? Bilasanmi? Shuning uchun men yoshlarga aytaman bir gapni. Yosh bolalarga aytaman-da. Sen bir ishni boshladingmi, to'xtovsiz intil. Seni birov qaytaradimi, to'siq bo'ladimi? Sen olga ketaver, shunda bir narsaga erishsan. Agar meni bir chaqqandan qo'rqqanimda, ikki chaqqan qo'rqqanimda, men hech kim emas edim. To'g'rimi? Chunki men doim aytaman, alonga begonadan shogird olib bo'lmaydi. Nima bolalarim o'zimdiki, masalan, buni chaqqan yo'q, mana nevaram bultur 15 kun o'lim bilan olishdi Shavdat. 15 kun gurza chaqdima bilagidan. Ana o'ldim, mana o'ldi, 15 kun yotdi bu bansada. Ikkinchi o'g'limda shu yerdan uni ham shuni chaqdi ilon. Men terisadi vobshe tushib qoldi uni chirib. Suyaklar chiqib qoldi. Men ikki shiram bu bitdi bu yer endi va odam terisi o'sar ekan. Chunki inson bir ishga hobbi deydi-ku ruslar. Qiziqdingmi qil shu ishni. Chunki yoshlik men 8-9 yoshimdan boshlaganman bu ishni. Kichkina yigitcha bo'lganman o'rtada. O'shanda Allohga mehr qo'yganman va shunda hozirgacha Allohni yaxshi ko'raman. Sizda sol kichkintoy kezingizda birinchi yilonga tavda yiqitib жатқан жерingizda qo'yningizga keldi. Shunday. Sol yilon qancha vaqt sizben yurdi? Endi qancha joyga ishlamayman, keyin menga bir qizil yilon tushib bo'ldi. Qip-qizil yilon, uni keyin qaytib ko'rmadim. Jorda o'tirdim, suvning bo'yida, ishlayib, toshning ustida o'tiribman. Qip-qizil yilon keldi shu yerdan. Krasniy yilon. O qanaqa yilon, hozirgacha o yilon keyin yo'q bo'ldi. Shu keldi, turdi bu yerda, qaradi menga endi va keyin keyin ketdi u. O paytda men yosh bolacha edim, 6-7 yoshlar bo'lgan bo'lsam kerak. Kichkina bola edim. Men o tashnada o'tirdim. Burnim qonardi mening. Burnimni qonati yeb o'tirdim shunda. Ariqning bo'yida. Keyin ko'p qiziq hollar bo'lgan. Keyin bir Jizzaxdan O'ktam degan Xodiramat o'rtog'im bor edi. U o'lib ketdi yaqinda. Birga o'qirdik institutda. Ikkalamiz bir kun bordik Jomga qishloqqa. Men o'tirib fushilladim-da endi. Uni o'ylagan yo'q edim. Bir yilon chiqib ketsa bo'ladi menga. Shundan u turib qochdi, sen ularni chaqirib olding deb bechoram. Keyin shundan gapirdi, sen chaqirib olding ularni deydi, shullab deydi. Keyin qiziq bo'lgani uni men endi ikkalamiz o'sha kvartirada yashaymiz, bir juft xotin uyida, bu turda yotadimi, bu yerda yotaman, bu yerda bishilgan. Yilon olib kelganman men, yilon cho'ntagimda bo'lgan, isma chiqib ketgan. Mana o'lib turibdi. Men darsga ketdim. Bu qoluvdi. Yilon sekin chiqqan, men osilib turib, pastga tushib qo'rqqan. Menda qaragan yilon, u juda qo'rqaydi. Shu kun 4 paradars, 4'i 20 da dars tugaydi. Men mana darsdan chiqib ketsam, boyagi, "Ana o'ngda" dedi. Qarab jandirib. Shu turishda turdi, tuvalga qarab turdik endi jatgan mana yerda o'rab. Endi 10 soat jatgan, tirolmay. Birigam kelmadi. Turishdan tuval qarab turdik. Keyin buni sen men yashamayman, sen kerak emassan deb meni so'gib, har nima deb keyin chemadonga sag'ib ko'rsatdim, mana kitob qo'ydim dedim. Keyin yashadi. Ko'p bo'lgan qoldi. Alisher aka, endi
бәрі Өзбекстанда енді сіз туралы білетін адам бәрі сізді жыландар 31 рет шаққанын біледі. Соның ішіндегі ең жаманын айтып беріңізші. Ең жаманы мынау болды. Бұнда 7 мәрте операция болды бұл. 7 мәрте операция болып, ішінде сүйәлерді айырып алып тастады, чіріп кетіп тұрып. Кейін мана берімнен шаққанда, онда енді өлуден пәшті. Бұны берден шырам бар сығына, оны уақытта кенеем бар. Мен оны кен ақып ішледі, играсат сүмерті деген кена бар YouTube'да, өлім бар. Оны чақты бір кіші, уақыт әл ұланларды енді қабырлар пайда болған дәуірлер, әлі тәжірибеміз жоқ, біздер нешен білмейміз. Оны енді 30 жылда болыпты. Бір ештерді шақырыпты. Кімді бір қараған уақытында шүйеден алды olan, әлі менімше бірінші екінші чақшылар болған ма. Білдім, өзі ахвалым ağırlaşı yaptı. Кейін арықтың бойыға бардым. Тайыр деген ортақ сымташым байды. Суды yapman, суды içi yapman. Енді кейін вообще бұғыл yapman da енді. Әлі bunu жүзде дәшл çakanda енді бай Allah. Ол кобра ма еді? Kobra еді. Кейін тұрып onam көрмәсін деп yurtman faqatına. Onam көріп қалмасын. Енді onlarla biletken кейін ұрышады ем, кейін рахмем келеді. Кейін үйге келдім. Үйге келген кейін ұштан кеткен мен. Кейін бұлар көтеріп кіргізген мені. Кейін бір өзіме келемді қаратам ол тепемде екен. Мен бұны айттым. Әгер мен бір гәп болса, өлсем демемден бір гәп болса менге жыланларды апарып тақып қойып жар дедім. Білем, әгер мен өліп қалсам бұлар өлдіреді ме сені? Şimdi мен жыланға тимеске қой бараса дедім. Кейін өзіме кетіп ақыры шында кейін бітті врач кейін болды деген да, тамам өледі деген. Анау Исанбай ма? Өледі деп кеткен болады енді мені. Кейін баян бітті врач барып қайсы анау өледі деген. Сізді ме? Наргибеттен. Қожа. Қожа дұқтыр. Өледі деп кетіпті барып, пәске барып отырып тады ауаз шығады депті. Әлішінің үйінен депті. Өлеп депті. Қараған ауаз шықмаған, кейін игі өтіпті. Ертең менен Ямбашта біздің тағамыз yaşайды Жорақыл деген. Жорақылды сұрапты, Жорақыл үйде өкін, ха, бір тазия кеткен депті. Кейін врач дейінді о. Пәстеген етті кейін мен ертең мен өзімге келгенмін, ішке кетеппін машинамда. Мені көріп қайрым қуанды. Бұл өлуді кешеді. Сен үшін мен бірнеше мәрте өлмей жүз болғанмын. Бірнеше мәрте, бір мәрте жарға жұмалап кеткенмін, үнде ағындап тұрып күштіз. Kobra çakana kim adam paralij buladı. Değil hem organ işlemeydi. Şunda üpkeyen paralij bulsa öledi. Өздеріңіз естігендей, осыншалықты өз кәсібін сүйген ағамыз бірнеше рет өлім аузынан қалған екен. Бүгінде осы кәсібін ол кісі тек қана жыландарға арнамай, сол жыландар арқылы адамдарға ем-дом жасауда да кәсіп еткен екен. Bütün dünya böyle kriz bulsa farmakologiyada kriz bulmaydı. Çünkü doğru gerek ama. Dıktıları mıç daracat beradi. O gün bir vraç prem televizyon aytıyordu. Oy vraçlar 3'te daracadınlar. Biri tohtasını katardı, ikisi davalatın, üçüncüsü imunitet kotar varsın. 10'ta 15'te cevap bergene kine qatan. Babordan şu 15'te cevap beradi. Sen için imkanı varsa köp dara içmeyi. Ama bir tabii narsa bu. O var, jeri var. Бірақ сонда бұл у тамырға барған кезде Тамырға түсті жама. Ал егер де оны ішіп асқазанға барса, ол басқаша. Çünkü biz hem orada mesela neçe miligramda kança suga suyulturuş gerek bunu biz bilemiz. Tecrübeden bilemiz de. Şunu suyulturup içişke veremiz. O içişte imunitet. Bu imunitet. Ben koronavirüs oldu. Bizim ailede kim koronavirüs boğan yok. Vaksin yemagan yapalar. Şunu ona içip koyadı, ya ukalap koyadı, bol jüre bura. U'du u'мен қайтарады деген осы шығар енді. Бәрекелі, уға. Енді аға осы жалпы кабинетіңізді бір көрсетесіз. Өзбекстанда бұл кісі доктор Кобра деп танылған. Бұлай атаған себебі ол кісі кобраларды ұстап қана қоймай, олардың басынан сүйеде алады. Иә достар, дұрыс естідіңіздер. Сүйеді. Әлшір әке, мысалы қараңыз, сіз жыланға
қызығатыныңызды бәрі біледі. Жыланды көрсетесіз бе пациенттерге? Bu kattarog'i ма? Вообще katta. Lekin bu aldi ekan. Сәл алыста. Қазір достар, жыланды өзі көрсетіп, өзі қалай не алатын. Енді өздеріңіз көріңіздер. Çünkü hadi bular uxlamagan ku, qishda bular uxlash kerak edi. Hadi uxlamaganligi uchun ham bular picha agressivda. Çünkü hadi ularlar u yerda ularning hammasi uyquga ketganda. Шығатындай сияқты ма? Qani bosh. Jahli chiqib turibdi. А ол қалай біліп жатсыз ашуы шығып тұрғанын? Harakatdan da. Жыландардың мінезі болады ма? Әлшер әке? Bu eshitmaydi, bular eshitmaydi. Eshitmaydi. Xabar yo'q bunda. Chunki bularga hammaga bularga bu birovga dressirovka bo'lmaydilar. Lekin hamma hayvon odamning qo'rqqanini, qo'rqmaganini sezadi. Hammasi sezadi. Chunki siz qo'rqyapsizmi, yo'qmi, uni biladi bular. İnternetda ko'rganmizda, ko'zimga urganda ko'plar chaqib olib o'ladi-yu. Сол шаққанның бәрі кобра болды ма sizde? Yo'q, 6 marta gürde, şu 26 marta kobra. Gürdeniki zaman. Gürde zaman qiladi voy bu. Ол сонда кобрадан да жаман ба? Ha, kobradan zaman. Bunda insaf bor odam o'ladi. Men de insafchi o'lmayman. Hozir o'lim bilan bizning o'rtamizda bitta 5 santimetr farq bor. Қараңыздар достар, қандай керемет, е. Мен алыста тұрсам да қазір маған жылан маған қарап тұр. Соның өзінде маған қандай қорқыныш қаз Әлішер әке қалай қарап тұр қасында тұрғаны. Қаз сізге өзі сүйкеніп тұр ма? Жақындап. Бұл еркелегені ма или қандай десің? Біз 7-8-де кірген. Жылан, мына жылан Бұны сіз келген адамдарға көрсеткенде қалай қыласыз? İlgari biz tamaşa gösterdik. 15'te yılanın içinde yatardım ben. Prema haması uğu bilen vurmakta. İnstitüde tamaşa gösterkenmiz. Keyinchalik kime gitti onu? Әлішер әке, бұл жыланға неше жаста бұл жылан? Bir gitti 9-10 yaşlarda. 9-10 жасар, иә? Бұлардың қай кезде қатты опасный болады, жаңағы қауіпті болады? Бұлар енді hazır енді bundağı zahar jaman. Как раз kış vaxtıda çaktı Nurbek'te. Hadi o alınan yok, o köp bunun. Hadi çaksa öldürmeye koymaydı. Kobra, ya? Al gремючая kobra Bizde de bulmaydı olar. Gремючая demeye o Amerika kıtasıdır. Ол да kobra емес пе, ya? Бірақ просто... Yok, başka olar. O, başka mı? Balarım adamın irkeleşini biledi, жақсы görgenini biledi. Toxtu. Ben suratını jagadı bunu. Bәріміз жинап. Hamma narsaga erkalash yoqatdi. Og'ziga keldi qo'l. Al deysan. Бұл Әлішер әке қандай, мысалы, мен де білмеймін, бізде бәрі айтатын еді ғой, жас балаға, кішкентай сәбиге, бөпеге тиіспейді деп, шынымен сондай ма? Тегінеді. Ондай емес, е? Иә, тегінеді, жылан да бұл. Бірақ ол өтірік қой, ондай айтатын да. Өтірік, енді әрі ертелі болады, jo. Бұл чырайлы жылан да. Мен сенің башта қорқынышты ки адам секен-секе үргені біледі. Дауысы жаман деймін. Дауысы жаман. Мәнше яны тәшіп келепті өзіні.
Бер, мен көрсетіп жіберейін. Өзі, достар, қазір сіздерге жақындау көрсетейін. Өзін артқа қарай Әлішер ағамызға әдейі еркелетіп өзіне алып жатыр. Қараңыздар. Мен алдым жаңа. Мынау мен жақтырмай тұрмасын да? Әлішерке? Маған Сен жаңы көз. Мен әкеп дегені. Достар, біздің видео бұл немен тоқтамайды. Әлішер ағамыз ертең бірге Самарқандқа барып, сол жердегі өзінің үйіндегі жағдайды толық бізге таныстыратын болады. Бұйыртса, қазір бұл жердегі көрсеткен жеріміз Әлішер ағамыздың тек қана адамдарды қабылдап, оларға ем домын көрсететін жер ғана. Сондықтан экраннан алыстамаңыздар, ары қарай қызық болады. Жақсы, осы кісінің арқасында айтпесе бізді Қазақстаннан рақ деп қоя берді ғой енді. Көрдердің көзін бір сылап açıyor. Bir sılaş bile bu hıdayımaz ki adam. Adamın imkaniyetleri çekirdirilen derecede болады insanın hemen. Hadi aldı yılga ötüp olayetken tabipler cüde kupaydı. Бұл қандай зат? Bu gürze. Бұнда несі жаман, Опасный. иә? Ya.